Баршаға сәлем. Бүгін біз сіздермен ең дәмді әрі оңай жасалатын алмадан пирог жасаймыз. Осындай дәмді тағамдарды жіберіп алмас үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. 4 дана алманы осылай кесіп алдым. Оған жарты лимонның сығындысын құямыз. 1 шай қасық корица қосамыз. Оларды араластырамыз. Араласқан алманы шетке қоя тұрамыз. Бөлек ыдысқа 4 жұмыртқаны алып, оған 150 грамм қант қосамыз. Оларды араластырып, осы қоспаға күнбағыс майын құямыз. Одан соң 1 апельсиннің су сығындысын құямыз. Алдын ала сол апельсиннің цедрасын теркіден өткізіп қойғанмын. Оны да қосамыз. Одан кейін ұн және 1 шай қасық разрыхлитель, одан соң 1 шай қасық тұз қосып, осы қоспаларды жақсылап араластырамыз. Осыған алдын дайындап қойған алмаларымызды қосып, оларды араластырамыз. Пешке салуға дайындаймыз. Қамырымызды табамызға құямыз да, оның бетін тегістейміз. Қалауымыз бойынша осы пирогымыздың үстіне сармайдың бөлшектерін тастап, оны және пешке 180 градуста 40-45 минут пісіреміз. Дайын болған пирогты қалауыңыз бойынша дәнектермен безендірсеңіз болады. Пирогымыз өте дәмді әрі оңай жасалды. Осындай рецепттер сіздерге ұнап жатырса, каналыма тіркеліп, комментарий, лайк қалдыруларыңызды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі видео рецепттерде кездескенше сау болыңыздар.